Сәлеметсіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Қазақ тіл сабағымызды бастайық. Балалар, осы қонақ келгенде қандай сөздермен қарсы алуға болады? Қалай ойлайсыңдар? Ғапке айта ғой. Жоғары шығыңыз. Рахмет. Қош келдіңіз. Қайырлы күн дейді екенбіз, қанағат? Көргеніме қуаныштымын. Тағы не дейді екенбіз? Төрледіңіз, немесе төрге шығыңыз дейді екенбіз. Сонымен балалар, бүгін қазақ тіл сабағымызға қош келдіңдер. Балалар, тақырыпты болжа әдісін қолдана отырып, мына суретке назар аударайық. Мына суретте нені көріп отырмыз? Не туралы? Кім айтады? Ғапке айта ғой. Қонақтар туралы. Жақсы, қонақтар отыр екен. Азамат? Тағамдар туралы. Жақсы. Салт дәстүр туралы. Салт дәстүр көрсетіп жатқан сен қандай салт дәстүрді көріп тұрсың? Наурыз мерекесі тағы да. Қандай салт дәстүр? Не істеп жатыр балалар? Бата беріп жатыр. Тағы қандай салт дәстүрді көріп отырсыңдар? Мына жерде. Қыз ұзату болып жатыр. Тағы да. Мынау ше. Наурыз мерекесі болып жатқан сияқты. Жақсы. Қанағат, сен не көріп отырсың? Сен? Мейрамдар туралы. Мейрамдар туралы. Жақсы. Балалар, енді осы суреттердің бәрінен ой қорытып, бүгінгі тақырыбымыз не туралы болатынын болжай аламыз ба? Қалай ойлайсыңдар сонда? Не туралы бүгінгі тақырыбымыз? Астар туралы. Ас туралы. Қонақтар туралы екен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қонақжайлылық, ата дәстүр. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз қонақжайлылық, ата дәстүр болғаннан кейін енді мәтін беріледі. Сендерге осы мәтінді оқып берейін. Осы мәтіннен содан соң әртүрлі сұрақтар алып құрастыратын боламыз. Халқымызда әр адамға кең дастархан жайып, танысын танымасын қонақжайлылық танытатын дәстүр қалыптасқан. Аталарымыздың осы ұлағаты күні бүгінге дейін бұлжымай сақталып келеді. Қонақжайлылық танытып дәм тұз ұсынғанда туған туыс, бай кедей, әйел еркек, жарлы жақыбай деп бөлмей, бәріне бірдей дәм ұсынады. Төріне отырғызып, үйіне қондырып, қолынан келгенше риза етіп аттандыруға күш салады. Қазақ халқы дәмді жақсы тағамдарын өздері жемей, қонаққа деп сақтап отырған екен. Ел ішінде кісі түсетін үй деген жақсы сөз бар. Бұл дастарханы кең, берекелі, қонақжай, тәлім тәрбиелі үй дегенді білдіреді. Қонақты қазақтар арнайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ деп үш түрге бөлген екен. Арнайы қонақ әдейі сәлем беруге келген, немесе арнайы шақырылған қонақ екен. Құдайы қонақ алыстан келе жатқан, таныса да, танымаса да дем алып ат шалдыруға тоқтаған. Қыдырма қонақ сол үйдің семіз соғымын, дәмді тағамын аңдып келген қонақ. Бұрынырақта қонақ асы беру мен қонақ күтудің ерекше үлгілері болған. 18 ғасырдың орта кезінде Қытайдан келе жатқан Абылай хан Саңқай төренің үйіне түсіп, Саңқай төре сонда оған 115 тай сойған екен. Қазір ол жер тай сойған деп аталады. Қонағына жалғыз атын сойып берген Атымтай Жомарт та қонақ асы берудің үлгісі ретінде аты аңызға айналған екен. Сонымен, балалар, бірінші тапсырма. Мына мәтінді оқыдық. Енді әлі де осы мәтінге қарап отырып, мәтіннің тақырыбын ашатындай сұрақтар құрастырамыз. Құрастырып дәптерімізге жазамыз. Балалар, тапсырманы орындай алдық па? Сұрақтар құрастыра алдыңдар ма? Жақсы. Енді біздің қазақ халқында жаңа керемет бір жақсы дәстүр бар. Ол шашу деген. Шашуды қандай кезде шашу еді?
тұсаукесерде, тойда, мерекелерде, жаңа үйге кіргенде, және тағы да басқа кездерде бізде шашу шашатын жақсы бір дәстүр бар. Енді осы дәстүрді қолдана отырып, өздерің дайындаған сұрақтарыңды екінші оқушыға ішінен таңдап біреуін қоямыз. Шашуды алған бала сол сұраққа жауап береді. Жақсы ма? Жақсы. Ал бірінші Ақниеттен бастайық. Оқи ғой, сұрақтарыңды оқы. Сүт цветін не дегенді қалай түсінесіңдер? Қонақжайлық дегенді қалай түсінесіңдер? Қазақ халқы қандай қонақжайлық танытқан? Жақсы, үш сұрақ құрастырыпсың. Енді бір сұрағыңды бір оқушыға ала қойдан ғана. Сүт цветін не дегенді қалай түсінесіңдер? Кімге? Ақниетке. Сүт цветін не деген ол? Әдет, ғұрып, ақыл, мейірімді кісілердегі, әдепті кісілердегі, сондай үйлерді кісі цветі деп атайды. Жақсы. Қалай? Бағалайық па? Өте жақсы. Шапалақ отыра ғой. Келесі. Айзере, оқи ғой. Қанша сұрақ құрастырдың? 4 сұрақ құрастырдың. Қонақты қазақтар нешеге бөледі және оны түсіндіріп бер. Бұрынырақта қонақасы берілмей, қонақ күтудің айтарлықтай үлгілері болған бар. Қонақты қалай күткен? Кісі түсетін үй дегенді қалай түсінесіңдер? Жақсы, енді бір сұрағын таңдап, кімге шашу шашқың келіп тұр, соны осыдан сұрағыңды қоя ғой. Азаматқа. Қонақты қалай күткен? Қазақ халқы қонаққа барлық өзінің дәмді тағамдарын сақтап қойған. Және де егер оны риза қылып шығармаса, ол үшін ол бәле жауы алып келеді дерсінген. Сондықтан әрбір қазақ қонақты құрметтеген. Өте жақсы. Қалай бағалаймыз? Жақсы ма? Жауап берді, балалар, отыра қойыңдар. Ақерке, қанша сұрақ құрастырдың? 3 сұрақ құрастырыпты. Біріншісі, дәм тұз сыңғарда бай кедей, әйел-еркек, жарлы жақыбай деп бөлгіле. Қонақты ата-бабамыз нешеге бөлді? Халқымыз әр адамды қалай күтіп алған? Жақсы сұрағы тақырыптан алынған мәтіннен. Енді сен кімге шашу шашқың келіп тұр? Айзереге. Ал шаша ғой. Қонақты ата-бабамыз нешеге бөлді? Қонақты ата-бабамыз 3-ге бөлді. Олар арнайы қонақ, әдейі қонақ, құдайы қонақ. Дұрыс па? Келесі бізде Азамат, шашу кезек сізге келді. Жарлы Жақыбай деп кімдерді атайды. Алыстан келе жатқан қонақ танымаса да сол үйге келіп демалып кеткен. Ол адам үйге не үшін тоқтаған? Арнайы қонақ дегенді қалай түсінесіңдер? Ал шашуды кімге шашқың келіп тұр? Қанағатқа. Арнайы қонақ дегенді қалай түсінесің? Арнайы қонақ деген олар әдейі шақыртылған қонақ. Жақсы. Дұрыс па жауабы? Қанағат. Ал сен кімге шашу шашқың келіп тұр? Сұңқай төре 115 тай сойғаннан кейін ол жердің аты қалай аталды? Қонақ асы беруден аңыз әңгіме арқауына айналған адам. Сұңқай төре кімді қонақ етіп күтіп алды? Мен Ақниетке шашқым. Ақниетке шашқың келіп тұр. Ал. Сұңқай төре 115 тай сойғаннан кейін ол жердің аты қалай аталды? Ол жердің аты тай сойған деп аталып кетті. Жақсы балалар. Біз бүгінгі тақырыбымыз қонақжайлық ата дәстүр деген тақырыпқа мәтінімізді қарастырдық, оқыдық, оның ішінен проблемалық сұрақтарды алып, соларға жауап бере алдық. Енді негізгі бүгінгі өтетініміз үстеу және оның мағыналық түрлері деген тақырыпты қамтитын боламыз. Үстеу қимылдың әртүрлі белгісін, мезгілін, мекенін, себебін, мақсатын білдіреді. Құрамына қарай үстеулер дара үстеу, күрделі үстеу болып бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі үстеу, туынды үстеу. Дара үстеу дегеніміз бір ғана түбірден тұратын үстеулерді айтады екенбіз. Ал күрделі үстеу кемінде 2 түбірден жасалатын үстеулер. Тұлғасына қарай негізгі үстеу дегеніміз бөлшектеуге келмейтін төл үстеулер. Ал туынды үстеу дегеніміз түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын үстеулерді
туынды үстеу. Мағыналарына қарай 7 түрге бөлінеді. Мезгіл үстеу, сын қимыл үстеу, мекен үстеу, мөлшер үстеу, мақсат үстеу, себеп салдар үстеу және күшейткіш үстеу болып бөлінеді. Үстеулер қимылдың түрлі белгісін, мезгілін, мекенін, себебін, мақсатын білдіреді. Үстеулер құрамына қарай дара үстеу және де күрделі үстеу болып бөлінеді. Дара үстеулер олар бір ғана түрден жасалады, ал күрделі үстеу кемінде 2 түрден тұрады. Үстеулер тұлғасына қарай негізгі үстеу және де туынды үстеу болып бөлінеді. Негізгі үстеу бөлшектеуге келмейтін төл үстеулер, ал туынды үстеу түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын үстеулер. Бұлар біздің үстеулердің құрамына қарай, тұлғасына қарай бөлінуі. Үстеулер мынандай сұрақтарға жауап береді. Қайда, қалай, қарай, қайдан, қашан, қашаннан бері, неге, не себеппен, не себепті, неліктен, қалай, қайтып, қалайша, қанша, қаншама, қаншалық, қаншалап, қалай, қандай, қалай, не, мақсатпен. Балалар, бүгінгі сабағымызда үстеудің түрлерін білдік. Енді мына қонақ табақ әдісінде берілген үстеу сөздерді қолдана отырып, дәптеріміз бен қаламымызды алып, сөйлемдер құрастырып жазамыз. Балалар, тапсырманы орындай алдық па? Иә. Жақсы, онда сөйлемдерімізді оқып көрейік. Синонимдерін таба алдыңдар ма? Иә. Жақсы, ал оқу қойып. Бүгін үйге қонақ келді. Таңертең наурыз көже жасадық. Кешке қонақтар риза болып үйіне қайтты. Осында наурыз мейрамын тойладық. Мен достарыммен бірге қонаққа бардым. Біз наурызды талай рет тойладық. Қонақты күту орасан зор құрмет. Қазақ халқы әдейі қонақты риза қылып үйіне қайтарады. Қонаққа барған керемет. Бүгінгі қонақасы тамаша өтті. Жақсы, қандай үстеу сөздерді қолдандың? Бүгін, таңертең, кешке, осында, бірге, талай, тамаша, керемет. Жақсы. Енді балалар, сендерге Ақеркенің сөйлемдері ұнады ма жұмысы? Егер де ұнаса, бағдаршам әдісі бойынша ұнаса жасыл, орташа баға беретін болсаңдар сары, егер ұнамаса, онда қызыл белгілеріңді көтере қойыңдар. Бағалап жіберейік. Бәріне ұнапты. Жақсы, отыра қой. Келесі азамат оқи қой. Мен бүгін қонақтарда асыға шықтым. Мен бүгін таң сәріде наурыз мейрамына дайындалдым. Мен аймақта қонақтарды үйлеріне шығарып салдым. Онда наурыз мейрамы тойланып жатыр. Мен досыммен қосылып қалаға бардым. Кеше үйге көп қонақ келді. Қонақтар үйге әдейі бармайды. Ол амалсыздан емес, қонақтар үшін қайын сойды. Қазақтың қонаққа арнаған тамағы өте тамаша. Қандай үстеу сөздер қолдандың? Консерве, омарта, мұнда, қосылып. Жақсы, азамат үстеу сөздердің синонимдерін қолданды, иә балалар? Ал енді азамат бағалап жіберейік. Жақсы, өте жақсы, отыра қой. Қанағат оқи қой. Бүгін адамдар біздің үйге қонақтар келді. Күн батқанда мен қонақтарды шығарып салдым. Онда адамдар мейрам болған кезде той тойлап қонақ күтеді. Қазақ салт-дәстүрі өте көп. Адамдар қонағына ең үлкен малын сойып, тамағын береді. Адамдар қонақты әдейі шақырып әңгімелесіп шай ішеді. Қонақтар риза болып шарасыздан үйіне барады. Қазақтардың дәстүрлері ғажайып. Жақсы, сен де синонимдерін қолданыпсың, иә? Жақсы. Ал бағалап жіберейік қанағатты. Бәріне ұнады ма? Қателігі болған жоқ па? Жақсы. Ақниет оқи қой. Таң сәріде үйге қонақтар келді. Бүгін үйге көп қонақ келді. Кейбір қонақтар үйге әдейі келеді. Қонақтар ымырт болсын, мейлі таң сәрі болсын келе береді. Қонақ келген керемет. Ал бағалайық, Ақниетті ұнады ма? Сөйлемдері дұрыс құрылды ма? Синонимдерін қолданып па? Жақсы, отыра қой. Қайсерек? Бүгін бізге қонақ келді.
Біз Наурыз көше жасадық. Кешке мен қонаққа барамын. Осында біз киіз үй саламыз. Біз бірге кешке қонақты қарсы алдық. Біз үйге талай рет көп қонақ күттік. Үлкендерді төрге шығару орасан зор құрмет. Бізге ең керемет адам сыйлық әкелді. Біздің үйге әдейі қонаққа адамдар келді. Біз амалсыздан қонақ шақырдық. Амалсыздан қонақ шақырдығы, депті Айзере. Қазақ халқы өте дана халық. Қонақ келгенде тек қана аспен, немесе өзінің әдебімен, қылығымен ғана қарсы алмаған, немесе шығарып салмаған. Сонымен қатар қонақтың көңіл күйін көтеру мақсатында көптеген әндер, жырлар айтылып отырған. Оны біз өзіміздің күнделікті әдебиет сабақтарынан біліп жүрміз. Енді бүгінгі біздің сабағымызда кім мына қонақ кәде ретінде кім өлең шығара алады? Қонақ жайлылық немесе қонақ туралы. Соны дәптерлеріне шығаруға тырысып жазып көріңдер. Қонақ туралы немесе қонақ жайлылық туралы өлең шығарамыз. Балалар, бұл тапсырманы орындай алдыңдар ма? Иә. Жақсы, ал енді өзіміздің өлеңімізді оқып көрейік. Ал оқи ғой. Ең балатыр. Қазақты қонақжай халық деген, ата-бабам дәстүрді қастерлеген, қадірлейді әлі де қайран елім, ұлық тайық дәстүрді көнермеген. Қонақ келді еліме сан тараптан, қыдырмасын арнайы бір жаратқан, қонақжай бабамыздың салт дәстүрін ұмытпаймыз ғұрыпты ұлықтаған. Жарайсың Ақниет, өте жақсы. Балалар, ұнады ма? Ал Азамат оқи ғой. Қазақтың дәстүрлері. Қазақпыз, дәстүрменен мақтанамыз, дәстүрді тұмар қылып сақтағанбыз. Әрбір қазақ қонағын сыйлап күтіп, қонақпен шыққан біздің атағымыз. Қонақ келсе қазағым жадыраған, қонақтарын күтуден жалықпаған, риза болып аттансын қонағым деп, жанын салып күтуден аянбаған. Өте жақсы. Ду қол шапалақ. Жақсы. Ал Айзере оқи ғой өлеңді. Қазақ едік, дәстүр білер халықпыз, көп емес пе дәстүріміз салтымыз. Қадірінді білетін бар қазағым, апаратын болашаққа жауымыз. Қонақ келсе қуанып сыйлаймыз ғой, әдептен ақ жолдан аспаймыз ғой. Қонақ жайлылық танытып, дәм ұсынып, бата алып ризалық қоймаймыз ғой. Жақсы, өте жақсы. Иә, кішкене қиналдым ғой деймін, иә? Жақсы, ал қарай. Қазақ атам дәстүрден аттам алған, қонақ жайлылық дәстүрін бек сақтаған, малын жанын қолында садаға деп, қонақтарды риза болып аттандырған. Бұл дәстүр жоғалуға тиіс емес, сақтау үшін құрайық, біз де кеңес, қонақжай болайықшы достарымыз. Рахмет. Жақсы. Қанағат, әлі шығарып жатырсың ба? Бір шумақ шығар. Жақсы, оқи ғой. Қазақ деген қонақжай халық екен, қонақ күту елімнің дәстүрі екен, сақтап қойып барасың қонағына, қазақ жері осындай атамекен. Ой, жақсы. Тамақ. Отыра қойыңдар балалар. Қоржыннан алған сұрақтарды түсіндік пе? Иә. Дайынбыз ба? Иә. Ал, онда жауап беріп көрейік. Ақниет. Қонақтың қандай түрлері болады? Қонақтың арнайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ деп үшке бөлінеді. Жақсы, отыра қойыңдар. Қазіргі пандемия кезінде қонақ шақыруға, қонаққа баруға бола ма? Неге? Қазіргі пандемия кезінде қонаққа баруға да, шақыруға да болмайды. Себебі пандемияның ауруы жоғып кетуі мүмкін, ковид-19 жоғып кетеді. Жақсы. Сақ болу керек. Сақ болу керек дейді. Ағакеге келген сұрақ, бүгінгі пандемия кезінде қонақ шақыруға, қонаққа баруға бола ма деген сұрақ екен. Яғни оған біздің ағакеміз жақсы, толық жауап берді. Баруға да, қонақ шақыруға да болмайды екен. Сендер қалай ойлайсыңдар? Неге? Иә? Себебі ол біздің отбасымыздың қауіпсіздігі үшін. Жақсы. Азамат не дейсің? Ол біздің өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін, және басқа адамдардың қауіпсіздігі үшін. Дұрыс. Сақтансақ, сақ боласың дейді. Отыра ғой.
Ал қанағаттық сұрағымды оқи қой. Сөз сөзден мағынасына қарай нешеге түрге бөлінеді. Жеті түрге бөлінеді. Атап шыға аласың ба? Айта қой. Мезгіл істеуі, мақсат істеуі, мекен жай істеуі. Кім толықтырып жібереді? Сын, қимыл істеуі, себеп салдар істеуі, күшейткіш істеуі. Жақсы, отыра ғой. Айзере. Қонақжай үй деген тіркестің синонимін айт, кісі түсетін. Кісі түсетін синонимін деп таба алдық. Жақсы, отыра ғой. Азамат. Бүгінгі күні қонақжайлық дәстүрі сақталған ба? Менің ойымша қазіргі біздің бұрынғы ата бабамыздың қонақжайлық дәстүрі әрбір қазақ елінде сақталған. Бүгінгі күні қонақ әрине мынадай кезде шақырмаймыз, бірақ дәстүріміз сақталған. Балалар, бүгінгі сабағымыз қонақжайлылық ата дәстүр деген тақырып болған. Бүгін көптеген қонақ туралы, қонақжайлылық туралы, қонақтың түрлері туралы үстеу тақырыбына көптеген мәліметтер алдық. Енді сабағымызды бекіту мақсатында мына қазақтың қонақ қоржынынан бір сұрақты алып, соған жауап беріп, сабағымызды қорытындылайық. Ал келіңдер балаларына қонақ қоржынынан бір сұрақтарды ала қойыңдар. Келіңдер, келе беріңдер. Жақсы келе қойыңдар. Жақсы. Қоржыннан алған сұрақтарды түсіндік пе? Дайынбыз ба? Ал, онда жауап беріп көрейік. Ахмет. Қонақтың қандай түрлері болады? Қонақтың арнайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ деп үшке бөлінеді. Жақсы, отыра ғой. Қазіргі пандемия кезінде қонақ шақыруға, қонаққа баруға бола ма? Неге? Қазіргі пандемия кезінде қонаққа баруға да, шақыруға да болмайды. Себебі пандемияның ауруы жоғып кетуі мүмкін. COVID-19 жоғып кетеді. Жақсы. Сақ болу керек. Сақ болу керек дейді. Ағыркеге келген сұрақ, бүгінгі пандемия кезінде қонақ шақыруға, қонаққа баруға бола ма деген сұрақ екен. Яғни оған біздің ағыркеміз жақсы, толық жауап берді. Баруға да, қонақ шақыруға да болмайды екен. Сендер қалай ойлайсыңдар? Неге? Себебі ол біздің отбасымыздың қауіпсіздігі үшін. Жақсы. Азамат не дейсің? Ол біздің өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін, және басқа адамдардың қауіпсіздігі үшін. Дұрыс. Сақтансақ, сақ боласың дейді. Отыра ғой. Ал қанағаттық сұрағымды оқи қой. Сөз сөзден мағынасына қарай нешеге түрге бөлінеді. Жеті түрге бөлінеді. Атап шыға аласың ба? Айта ғой. Мезгіл істеуі, мақсат істеуі, мекен жай істеуі. Кім толықтырып жібереді? Сын, қимыл істеуі, себеп салдар істеуі, күшейткіш істеуі. Жақсы, отыра ғой. Айзере. Қонақжай үй деген тіркестің синонимін айт, кісі түсетін. Кісі түсетін синонимін деп таба алдық. Жақсы, отыра ғой. Азамат. Бүгінгі күні қонақжайлық дәстүрі сақталған ба? Менің ойымша қазіргі біздің бұрынғы ата бабамыздың қонақжайлық дәстүрі әрбір қазақ елінде сақталған. Бүгінгі күні қонақ әрине мынадай кезде шақырмаймыз, бірақ дәстүріміз сақталған. Балалар, күнделігімізді алайық, үйге тапсырма жазайық. Үйге тапсырма. Біздің отбасымыздағы қонақ күту дәстүрі. Ой толғау жазу. Біздің отбасымыздағы қонақ күту дәстүрі. Ой толғау. Жақсы, енді стикерге бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ұнаса несіне ұнады? Сұрақтарың болса, соған жазып, маған мына жерге бере қойыңдар. Әкеле қойыңдар мына жерге. Кері байланыстарын беріңдер, мен оқып, жауап беруге беремін.
дабамыз аяқталды балалар. Сау болыңдар.